Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз үтір намазы. Ханафи мазхабы бойынша үтір намазын оқу уәжіп амалына жатады. Абу Дауд риуаят етілген хадисте Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үтір намазы хақ, оны оқымаған бізден емес деп 3 мәрте қайталайды. Әрине, Алла Расулінің бұлай айтылуы уәжіп амал екендігін білдірсе керек. Сонымен қатар Абдуллах ибн Амр радиаллаху анхудың риуаят еткен хадисінде Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала сендерге бір намаз жіберді. Оны үнемі оқыңыздар. Ол үтір намазы деген. Үтір намазы 3 ракағаттан тұрады. Саңлақ сахаба Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхудың риуаят еткен хадисінде Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үтір намазында бірінші фатихадан кейін Аля сүресін, екінші ракағатында фатихадан кейін Кафирун сүресін, ал үшінші ракағатында фатихадан кейін Ихлас сүресін оқитын еді дейді. Ал енді үшінші ракағатта Зам сүреден кейін рукуге бармай, дереу қолымызды құлақ тұсына алып барып, Аллаху акбар деп, қайтадан қол байлап, құнт дұғасын оқимыз. Егер құнт дұғасын білмейтін болса, онда Роббана атина фид дуния дұғасын, яки Роббана ғфирли дұғасын іштей 3 мәрте оқыса, құнт дұғасының орнына жүреді. Сахаба Убей бин Каб радиаллаху анху былай дейді. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үтір намазының соңғы ракағатында рукуге бармастан құлақ қағып, қолын байлап, құнт дұғасын оқитын еді деген хадисті жеткізеді. Құрметті мұсылман бауырлар, құптан намазынан кейін 3 ракат үтір намазын оқу уәжіп амалына жатады. Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Ва ахру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз ораза айт намаз жайында болмақ. Жалпы айт сөзі араб тілінен қазақ тіліне аударған уақытта мереке, мейрам деген мағынаны білдіреді. Айт намаздарының уәжіптігі Құран мен сүннетке сүйенеді. Біріншісі ораза, яғни Рамазан айт намазы, екіншісі құрбан айт намазы. Алғашқы айт намазын Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хижреттің 2-ші жылы Рамазан айт намазын оқыған. Мадиналық сахаба пайғамбарымыздан исламнан бұрынғы тойлайтын 2 күнді айтқан уақытта Алла Расулі саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала сендерге одан әлде қайда қайырлы 2 күнді берді. Бірінші ораза айт, екінші құрбан айт деп жауап береді. Жұма намазы парыз болған кісілерге айт намаздарын оқу уәжіп.
Айт намазының оқылу уақыты күннің көк жегінен найза бойы көтерілген уақыт. Шамамен күн шығып 50-55 минут уақыт шыққаннан кейін оқылып, песін намазы кіргенге дейін жалғасады. Енді айт намазының оқылуына келер болсақ, айт намазы 2 ракағаттан тұрады, жамағатпен жария түрде оқиды. Ниеті жамағат ниет еттім Рамазан айт намазын өтемекке, үйдім осы имамға деп ниет етеді. Имам Аллаху акбар деп ибтидах тәкбірін алып құлаққа алған уақытта қол байланып, іште имам да жамағат та Субханака дұғасын оқиды. Одан кейін имам Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 мәрте құлақ қағады, қол төмен түсіріледі. Одан кейін имам Фатиха сүресін, Зам сүресін оқиды, жария түрде. Қиям, руку, сәжде жасалып болғаннан кейін 2-ші ракатқа көшеді. 2-ші ракатта имам жария түрде Фатиха сүресі мен Зам сүресін оқып болғаннан кейін рукуге бармастан 3 мәрте тағы да тәкбір алады. Тәкбір алған уақытта қол байланбай жерге түсіріледі. Одан кейін 4-ші мәрте Аллаху акбар деп рукуге, қиямға, сәждеге барып, әттахият, Аллахумма салли дұғалары оқылып болғаннан кейін имам сәлем береді. Сәлем бергеннен кейін құтпа оқиды. Айт намазына шықпастан алдын не істеген дұрыс? Бірінші, айт намазына шықпастан алдын, ораза айт намазынан шықпастан алдын, үйден дәм татып, ал құрбан айт намазынан шықпастан алдын, үйден дәм татпай шыққан абзал. Екінші, ғұсыл құйынып, толығымен жуынып шыққан абзал. Үшінші, әдемі киімдерді киіп, хош иіс сеуіп шыққан жөн. Төртінші, айт намазына дейін пітір садақасын берген абзал. Бесінші, айт намазына бара жатқанда іштей тәкбір ташриқ айту, яғни Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп тәкбір ташриқ айтып бару абзал. Сонымен қатар айт намазына барған кісілер айт намазын оқымастан алдын нәпіл намазын оқымаған жөн. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болып нәсіп етсін. Баршаңызға ораза айт қабыл болсын. Уахры дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Бисмиллах, алхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз құрбан айт намазы. Жалпы айт намазы, айт сөзі қазақ тіліне аударған уақытта мереке, мейрам деген мағынаға келеді. Алла тағала Құран кәрімде «Фасалли лираббика ванхар» Раббың үшін намаз оқы, құрбандық шал әмірі уәжіп екендігіне дәлел. Жұма намазы парыз болған кісілерге айт намазын оқу уәжіп. Айт намазының оқылу уақыты күннің көкжиегі көтерілген
уақыт шамамен 45-50 минут уақыттан кейін айт намазы оқылады. Алайда айт намазының ерекшелігі намаздан кейін құтпа оқылып, айт намазында қамат, азан шақырылмайды. Құрбан айт намазының ерекшелігі такбир ташрихте. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген сөз айту. Енді айт намазының оқылу тәртібіне келер болсақ, жамағат ниет еттім 2 ракат айт намазын өтемекке, үйдім имамға деп, Аллаху акбар деп құлақ қағылғаннан кейін қол байланады. Жамағат және имам іштен субханака дұғасын оқып болғаннан кейін имам жария түрде Аллаху акбар деп 3 рет құлақ қағады. Қолды байламай 3 рет Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 рет құлақ қағылып болғаннан кейін қайтадан қол байланып, ауыз бисмилля айтылып іштен, одан кейін имам жария түрде Фатиха сүресін, сосын қосымша зәм сүре оқиды. Кәдімгі намаз секілді рукуге, қиямға, сәждеге барады, одан кейін қайтадан 2 ракат қиямға тұрады. Имам тағы да іштен бисмилля айтып болғаннан кейін Фатиха сүресін, қосымша зам сүресін жария түрде оқиды. Сүреден кейін дереу рукуге бармастан сол жерде тағы да 3 рет Аллаху акбар, деп такбир алып құлақ қағады. Одан кейін 4-ші такбирде имам руку жасайды, қиям, сәждеге барып, сәлем беріп, намазды бітіргеннен кейін имам мінберге шығып құтпасын оқиды. Сонда жамағат жария түрде такбир ташрих айту мұстахаб. 2 айт намазының ерекшелігі Рамазан айт намазын сәл кешіктіріп оқса, ал құрбан айт намазын кешіктірмей уақытында оққан жөн. Сонымен қатар Рамазан айт намазына шығарда үйден тәтті тағам жеп шықса, ал құрбан айт намазына шығарда еш нәрсе жеместен шығып, айт намазынан кейін дастархандағы тағамнан дәмау істеу абзалырақ. Құрбан айт намазына шығар уақытта дәретті болып, жақсы киімдер киініп, хош иістер сеуіп, намазға шығарда такбир ташрих дұғасын айтып шығу, мешітке дейін такбир ташрих дұғасын айтып бару мұстахаб амалына жатады. Құрметті мұсылман бауырлар, баршаңызға қасиетті құрбан айт мерекесі мүбарак болсын. Алла тағала баршаңыздың шалған құрбандықтарыңызды қабылдыққа жазсын. Ва ахри дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.